Сәлематсыңдар ма оқушылар? Бүгін 9-шы зертханалық жұмыстың тапсырмаларын бірге орындайтын боламыз. Тақырыбы мырыштың сұйытылған тұз қышқылымен әрекеттесуі. Қажетті реактивтер балдар, мырыш және тұз қышқылы қажет болады бізге. Ал енді жұмыстың барысына өтейік. Сынауыққа мырыштың бір түйірін салып, үстіне бірнеше тамшы сұйытылған тұз қышқылын тамыздық. Сол кезде газ бөлінгенін байқадық. Металдың белсенділік қатарындағы орнына сәйкес осы металл мен тұз қышқылының арасында химиялық реакциялардың жүруіне болжам жасадық. Бұл жерде сендерге сөзбен реакция теңдеуін жазу қажет болады. Мырышқа тұз қышқылын қостық. Мырыш хлориді және сутек газы пайда болды. Ол кезде бізде сутек газы бөлінеді балдар бұл реакцияда. Қорытындысын айтатын болсақ, бекет қатары бойынша мырыш сутектің алдында орналасқан. Демек оны ығыстырып шығара алады. Тәжірибе барысында біз оған көз жеткіздік. Мінеки балдар, 9-шы зертханалық жұмысымыз бізде осындай болады тапсырмалары. Назар қойып тыңдағандарың үшін рахмет.